Қалыпты жағдайда өлшенген озонның 5,6 литр көлемінің массасы қандай дейді. Массаның формуласын жазайық. Масса тең молярлық масса көбейтілген зат мөлшері. Озонның формуласын еске түсіретін болсақ, озон бізде оттектің аллотропиясы, формуласы O3. Сонда молярлық массасы 48 грамм моль болады. Оны жазып қояйық. Енді бізге не керек? Бізге есепті шығару үшін, массаны анықтау үшін зат мөлшері керек. Міне зат мөлшері жоқ. Алайда көлем бар. Зат мөлшерінің қандай формулалары бар еді еске түсірейік. Көлемге қатысты. Көлемді бөлеміз молярлық көлемге. Яғни осы формуланы қолдану арқылы зат мөлшерін тауып алсақ болады екен. 5-6-ны бөлеміз 22-де 4-ге. Сонда болады бізде 0,25. 0,25 моль. Зат мөлшері белгілі. Енді массаны анықтау үшін мына формулаға алып келіп қоя саламыз. Масса тең молярлық массасы 48, көбейтеміз зат мөлшері 0,25-ті. Тең болады сонда 12 грамм. Озонның массасы 12 грамм екен. Жауабы Д нұсқасында.